Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге сметанник пирогының рецебін ұсынамын. Бірінші жасағаннан мінсіз болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте нәзік, дәмді пирогтардың бірі. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның описаниясына қалдыратын боламын. Ең алдымен бізге илегіштен өткізілген ұн қажет. Ұнымызға қантымызды қосамыз және де 1 шай қасық қамыр қопсытқышын қосып араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосып қолымызбен үгітетін боламыз. Бізде бір қалыпты үгітпелі қамыр шығуы керек. Келесі кезекте осы үгітпелі қамырымызға 1 жұмыртқамызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз бірігіп, жұмсақ болып шығуы керек. Қамырымызды илеп алғаннан кейін тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біздің пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Пирогтың салмасын дайындауға ең алдымен бізге қаймақ қажет. Менде 20% дүкеннің қаймағы. Қаймаққа 4 жұмыртқамызды қосамыз және де қантымызды қосамыз. Сонымен қатар мен ванильді қантты қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызбен, не болмаса ванилин қоссаңыздар да болады. Осы массамызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Шанышқының көмегімен де араластырсаңыздар да болады. Біркелкі етіп араластырып алдық. Біздің қаймақты салмамыз дайын. Пирогты пісіретін формамызға пергамент қағазын төсеп аламыз және де қамырымызды жайып шығамыз. Менің формамның диаметрі 26 см. Қамырымызды осылай қолмен жайып шығамыз және де шет-шетіне, орысша айтқанда, бортиктер жасап шығамыз. Біздің қамырымыз піскенде біркелкі болып шығуы үшін осылай шанышқының көмегімен жүргізіп шықтым. Және де шет-шетін де тегістеп жүргізіп шықтым. Қамырымызды формамызға орналастырып алдық. Ендігі кезекте салмамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-45 минут аралығында пісіретін боламыз. Біздің пирогымыз дайын. Пештен шығарғаннан кейін ортасы сәл сұйықтау болып тұрады. Одан уайымдамаңыздар. Толығымен суығаннан кейін қаймақты құймамыз қатып орнына келеді. Шамамен суыға 2 сағаттай уақыт кетті. Толығымен суығаннан кейін ғана формадан босатып, бетіне қантты ұнтақты сеуіп ұсынсаңыздар болады. Ең бастысы, пирог толық суығаннан кейін ғана кесіп ұсыныңыздар. Себебі толығымен суымай жатып кескен болсаңыздар, қаймағыңыз ағып тұрады, сұйықтау болып тұрады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина. Астарыңыз дәмді болсын.